2024 жылы Өзбекстанда құқық хүжетлері жоқ, яки толық болмаған 3.600.000-нан аслам жер участкалары бар болған. Әрбір жер майданы орташа 3-4 бұқара һәм спермелерге тиесілі болғанда, бұл кемінде 10 миллионнан аслам бұқаралардың машқаласы еді. Сол себеплі Өзбекстан Республикасы президенті тарапынан 2024 жылдың 5 август күні қол қойылған өз басымшалық пенен иелеп алынған жер участкалары және оларда құрылған имарат һәм объектлерге болған құқықтарды тән алу хақындағы низам миллионлап жерлеслеріміздің тұрмысына ұнамлы тәсір етуші тарихи хүжет болды. Кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасында өткерілген баспасөз конференциясында бұл низам күшке көрген сәнеден басылып, республикамыз көлемінде белгіленген кесте тикарында тізіміне өткеру процесслері хақында кең түрде мағлұматлар берілді. Инсан өмірінде тұрақ жайдың ахметі өз алдына, себебі өзі һәм шаңырағының арзу арманлары, келешекке ұмтылушылығы осы кішкене отаннан басыланады. Бірақ өзі жасап отырған үйі һәм қитақ жеріне низамлы түрде ел кету құқы болмаса, бұл көптеген мәселелерді келтіріп шығарушы машқала. 6 бап 35 статьядан баратын низам миллионлап бұқараларды қинап кетірген, міне осындай қиын мәселелерге ұнамлы шешім болды. Жаңа низамменен өз басымшылықпенен құрылған тұрақ жайларға құқыларын тән алу ілежлары санластырылып, жұмыслар жедел алып барылмақта. Тізімге алу процесслері үшін хатлав, хүжетлер үшін болса, этрав электрон системалар іске түсірілді. Қарақалпақстан Республикасында мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы қала район филиалдары тарапынан 228 махалле бұқаралар жиында қатылау жұмыстары жұмақланды. Һәм 2000-нан аслам бұқараларға жерлеріне һәм мүліктеріне құқықтар танылып берілді. Бүгінгі күнде қатылау жұмыстары ел давам етіп жатырды. Һәм қатылау жұмыстарында һәм қанегелерімізге барлық барша шариғатлар жаратылған. Bir тек бұқараларымыздан iltimas болады. Қатылау давамында сол қатылауға барған уақытта махаллелерде бұқаралардың сол үйінің есіктерін ашып беру, қатылау жұмыстары үшін барлық шариғатлар жаратып беруді сұрап қалған болар едік. Бұл әлбетте қатылау жұмыстарын бізде де іркілуге себеп болып жатқан бірден бір фактор болып тұр қазіргі күнде. Кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасында өткерілген баспасөз конференциясында низам күшке кірген сәнеден басылып, республикамыз көлемінде алып барылып отырған жұмыслар, соның менен бірге өткен жыл давамында жерден низамсыз пайдалану жағдайларын қадағалау бойынша әмелге асырылған ілежлар хақында кең түрде мағлұматлар берілді. Атап өтілгенінде республикамыз бойынша 4211 жағдайда жамы 371,7 гектар жер низамсыз иеленгені анықталған. Сонан 242,2 гектар жерге ие 2605 жағдай бойынша түсінік жұмыслары алып барылып, бұл жерлер хакімліктердің жер резервлеріне қайтарылды. Соның менен бірге 39,2 гектар жер майданына ие 675 жағдай бойынша судыларға шағым арызалары кіргізілген. 44 жағдай бойынша топланған хүжетлер прокуратура ұйымларына жіберілген. 2025 жыл давамында бұқаралар тарапынан 1189 жағдайда 683 гектар жерден мақсатсыз пайдаланып келінгені анықталып, сонан 671 гектар жер майданы мемлекеттік жер қорына қайтарылған. Сондай-ақ басқармамыз тараптан һәм қала район филиалдарымыз тараптан сплеменлікті жүрту үшін, сплеменлік һәм қаласазылықты тәмінлеу жүрту үшін электрон онлайн аукционға жер учаскалары қойылып барылып жатырды. Басқармамыз һәм оның қала район филиалдары тараптан сплеменлікті жүрту үшін 3000-нан аслам жер учаскалары электрон онлайн аукционларға саудаға қойылған һәм сплеменлік тараптан реализация қылып алынған. Сондай-ақ жеке тәртіпте тұрақ жай құру үшін 40.000-нан аслам жер учаскалары электрон онлайн аукционға қойылған һәм бұқаралар тарапымыздан сол электрон онлайн аукционда қатынасып алу имканиятларына ие болып жатырды. Ілеж давамында қатынасушылар көп қабатлы тұрақ жайлардың арасында құрылған коммерциялық объектілердің низамлылығы, мүлікті кадастр арқылы рәсмилестірудің тәртіп қағидалары һәм басқа да мәселелер бойынша өзлерін қызықтырған сұрауларына жауаплар алды.